Ошоға барыбыз, бірге бұлық, бірден бұлық. Рима ханым, инде бұл сұрауын сізге бик еш бере тұрғаннардыр. Не үшін дискларыңызды бик сирек шығарасыз, не бары икегіне диск екен деп оптырата тұрғандар тамашашыларыңызда. Мұның себебі неден екен? Диск, қазір диск шығаралар. Әлік белгілі пластинкалар шығаралар. Пластинкалар біздің заманда пластинкалар менің бар. Бір үшеу кассетлар бар. Шуңа көре дискка шынтіге ішлеп ерген дәуірді диск шығарға үлгір алмыш қалдым ақырсы. Ләкин үміт бар әлі, мен тағын жиям, яңа жырлар язырға есеп бар. Шуңа көре барсы да олды әлі менім. Аллах бұйырса. Тамашашылар енді. Яшілер шашылар деп етім әлі, барсы да олды әлі деп. Яңа жырлардан тұрған дискта көрген насып болсын. Репертуарға келгенде сіздің өзіңіздің репертуарға қарада бик талап шаңшы екеніңізді білеміз ме? Бүгінгі күнде нендей жырларға игътибар бересіз көбірек? Менің шул индеттегі концертларға нелерге барғанда енді қызығырақ теге шундай шатлықты жырлар деп олар менде әзірек белгілі. Көбісінше шул теге лирик жырлар, соғышлы жырлар болып шыған нешлеттір. Шуны өзгертері керек, бірер түрлі көңілі жырларды жаздыра керек деп ойлап тұрам. Халық жырларын іздей башладым. Яңғыры маған халық жырлары да шоқты екен. Мен шуларынға қол жетіп, шуларын бүтінсін үшлеп шығарып болса, Алла білсе, тағын бір диск шығарға есеп бар. Аллаху Тағала енді өзі күшін берсін, сауырлықларын берсін, башқары шығарып. Деген сағатына дұры келсін дейерім. Онтаран тамашашылар шалтыра тұрғаса, біз давам етесіз. Шупрелі районы ескі Шупрелі ауылында yaşаушы.